Барлығыңызға сәлем достар. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Фиуаз Доспанова 1922 жылы 15 мамырда Атырау облысында дүниеге келген. Екінші дүниежүзілік соғысының қазақтан шыққан жалғыз әйел, ұшқышы, жауынгер, батыр, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы. 1940 жылы Орал қаласындағы аэроклубты үздік бағамен тәмамдап, запастағы ұшқыш куәлігінде қоса алып шығады. Осылайша арман қуып, Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери әуе академиясына түспек болады. Алайда, ондағылар академияға тек ерлер ғана қабылданады деген желеумен қазақ даласынан келген қыздың құжаттарын қабылдамай қояды. Алғашқы қадамы сәтсіз болса да, Фиуаз кері қайтпай, Мәскеудің бірінші медициналық институтына түседі. Араға бір жыл салып, соғыс өрті тұтанады. Осы кезде қазақтың қайсар қызы майданға медбике, тегі болмаса, санитар болып кетсем бе деп талпынып жүрген. Сөйтіп жүргенде, ол әйгілі ұшқыш Марина Раскованың қыз, келіншектерден жасақталған Аля полк құрып жатқанын естиді. Осылайша ол ойланбастан полк басшылығына келіп, Оралдағы аэроклубта меңгерген ұшу дағдыларын көрсетіп, өжеттігімен көзге түсіп, жауынгерлер құрамына қабылданады. Ұшқыштық өмір жолын Оралдың аэроклубында бастап, кейін әйгілі ұшқыш Марина Раскова басқарған 46-шы гвардиялық полкының құрамында 300-ден астам әуе шайқастарына қатысқан Фиуаз Доспанова сол кездің өзінде теңдессіз ерлігі үшін қанатты қыз атанған еді. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Фиуаз. Олардың есімдерін тек Қазақстан ғана емес, кезіндегі КСРО халықтары да жақсы біледі. Соғыстан кейін лауазымды қызметтер атқарған Фиуаз Доспановаға елбасының жарлығымен халық қаһарманы атағы берілген болатын. Отан алдындағы борышын өтеуге бел буған жауынгер қыздар Саратов қаласының әскери әуе училищесіне жіберіледі. Мұнда штурмандар даярлайтын арнайы курсты аяқтап, 1942 жылдың көктемінде сол кездегі авиация тарихында тұңғыш рет құрылған түнгі мезгілде жау шептерін бомбалайтын әйелдер авиаполкының құрамында майданға аттанады. Фиуаз Доспанова қызмет еткен полк Солтүстік Кавказ, Кубань, Қырым, Украина, Белоруссия, Польша, Германия аспанындағы шайқастарға қатысқан. Қазақ қызы қан майданда 300-ден аса жауынгерлік операция орындап, аса маңызды жау шебін талқандайды. Түн қараңғысында жауға қырғидай тиген Фиуаз Доспанова соғыс кезінде ұшақтан 14 рет құлаған екен. 4 мәрте ауыр жарақат алса да, есін жесімен ұрыс даласына қайта оралып отырған Кеңес одағының батыры атағын алған Марина Чешнева өзі Фиуаздың шеберлігі жайлы былай деп жазған еді. Фиуаз Доспанова ұшағын нысанаға ылғи да дәл апаратын және өз аэродромына да сондай дәлдікпен қайта оралатын. Түнгі мыстан Фиуаз бен оның ұшқыш құрбыларын немістер түнгі мыстандар деп атап, олардың әуеден бағыттаған соққысын үрейлене күтіп, талай таңды көз шырымын алмастан қарсы алды. Тіпті Гитлердің өзі әрбір атып түсірілген әйел ұшқыштар экипажы үшін әрбір солдатына темір крест беріп, аз күнге үйіне демалысқа жібіруге уәде берген деген әңгімелер сол кезде желдей ескен еді. Сталиннен қаймықпаған қазақ қызы жайлы шындық ашылды. Түнгі мыстандар жау шебіне жақындаған кезде ұшу биіктігін төмендетіп, жауды үстінен бомбалады. Әр ұшақта екі қыздан бір сағатта 120 шақырымды бағындыруы тиіс. Әрбір қыз бір түнде 5-10 рет жау тылына шабуылдауға міндетті. Біз түнде ұшатын болғандықтан, жау шебіне жақын орналасатынбыз. Біздің полктың өз қағидасы болды. Ешқашанда әйел екеніңді ұмытпа, ұшағыңды күтіп қара дегендей. Кейде тапсырманы орындап жатқанда, бізге қарсы оқ атылатын. Сондай кездері қыз баламын ғой, фашистерге тұтқынға түскеннен гөрі, ұшақпен жерге құлап, өртенгенімен дұрыс еді деген ойлар келетін. Деген еді сұхбаттарының бірінде Фиуаз Доспанова. 1943 жылдың көктемінде Фиуаз Доспанова тағы да өліммен бетпе-бет келді. Ұшқыш қыздардың алдына Кубаньды жаудан азат ету міндеті қойылды. Фиуаз Доспанова мен Юлия Пашкова кезекті тапсырманы орындап, аэродромға қайтып келе жатқанда Макагон мен Сүйістунова басқарған ұшақпен соқтығысып қалады. 3 қыз мерт болады, ал Фиуаз қауіпсіздік белдігін тақпағанының арқасында аман қалған.